Шерлок Холмс, Артур Конан Дойлдың әдеби кейіпкері бүкіл әлемге таныс. Ол сүйікті және танымал. Бұл атақты детективтің хикаясы туралы түсірілген қойылым мен фильмдерді әртүрлі кәсіппен жастағы адамдар жақсы көреді. Ұзақ жылдар бойы оның шығармашылығының жанкүйерлері детектив романдарын оқиды. Бүгінгі видеода сіз кейіпкердің тарихын, оның кітаптардағы, фильмдардағы бейнесін, мінез-құлқын, достары, басты жауы, ерекше күші мен Лондондағы мұражайы жайлы білетін боласыз. Онда бастайық. Кейіпкер ретінде Шерлок Холмс 1887 жылдың көктемінде дүниеге келген. Автор оқырмандарға өзінің алыстандағы зерттеу әңгімесін ұсынды. Осыдан кейін кейіпкерде болашақ әдеби атақ пайда болды. Айта кету керек, Шерлок Холмс кейіпкерінің нағыз прототипі болды. Ол жазушының досы, хирург, Эдинбург университетінің профессоры болды. Бұл харизматикалық тұлғаның аты Джозеф Белл болды. Ал Конан Дойл бұл оқиғаны Джозефтің мерейтойына арнап жазды. Ол үшін ол әрине шынайы алғысын алған. Жазушының Беллмен танысуы 1877 жылы болды. Біраз уақыттан кейін ол Конан Дойлды өз клиникасына ассистент ретінде шақырады. Болашақ жазушы өзінің тәлімгеріне риза болды. Оның сырт келбеті мен жүріс-тұрысы, таңғажайып пайымы оның көңілінен шықты. Ұзын бойлы, аппақ пальто киген дәрігер детективтік күшімен науқасының кім болып жұмыс істейтінін анықтай алады. Мысалы, шалбардың жыртылған аяғы хирургқа оның солақай етікші екенін, немесе бояу мен еріткіштің иісінен оның үй сырлаушысы екенін білетін. Бірақ Артур Конан Дойлдың осы кейіпкер жайлы жазуға оның қасиеттері итермелеген жоқ. Ерекше дәрігер, Скотланд Ярд полициясының штаб пәтерінде кеңесші міндетін атқарушы болған. Ол атышулы Джек Рипперді ұстауға қатысты тергеуге қатысты. Полиция Джозеф Беллдің саусақ іздерін алу және олардағы қылмыскерлерді анықтау әдісін қабылдады деген пікір бар. Жарияланған әңгіме детектив жанрының жанкүйерлері арасында бірден танымал болды. Қылмыстың кез келген күрделі түйінін аша алатын Бейкер-стриттегі айлакерде зерек детективтің тергеуі оқырмандарды баурап алды. Артур Конан Дойлдың жарық көрген кітаптары дүкендердегі кітап сөрелерінен бірден ұшып кетті. Бірақ автордың өзі бұл шығармаларды маңызды нәрсе ретінде мойындамады. Ол өзін тарихи романның авторы ретінде көрсетті және бұл әңгімені жеңіл фантастика деп санады. Ол Шерлок Холмстың 60-тан астам әңгімесін жазады. Оның себептері тек олардың танымал болғандығы мен жақсы сатылымы. Осы 60 әңгіме авторды жалықтырып, Артур өз кейіпкерінен құтылуға тырысады. Аты аңызға айналған детектив өлетін сюжетті ойлап табады. Осылай ол кейіпкермен қоштасады. Оқырмандардың шынайы қайғысы мен наразылығы нағыз патшалық ауқымға ие болды. Артур қорқытулар мен детектив данышпанның қайта тірілуді өтінген толған хаттарды ала бастады. Патшайым Викторияның өзі оның талантының жанкүйері болғаны белгілі және оған бұл детективтік оқиғаны жоққа шығару ұнамаған. Ол Конан Дойлға өзінің сүйікті Шерлок Холмстың өмірін қайтаруын өтінген хабарлама жазды деген сыбыс тарады. Әрине ол патшайымның хабарламасынан бас тарта алмай, оқырмандардың ашуын тудырмай, өзінің Шерлогын тірілтеді. Әйгілі детективтің сыртқы түрі мен жасының сипаттамасы жайлы ақпарат аз. Нақты туған күнін автор көрсетпейді. Бірақ Конан Дойлдың жұмысының жанкүйерлері оны кітаптардағы үзінді мәліметтерден өз бетінше есептеп шығарды. Бүгінде Шерлок Холмс мұражайының ресми сайтында детективтің 1854 жылы 6 қаңтарда дүниеге келгені көрсетілген. Көп жағдайда әңгімелер мен романдардағы әңгіме Шерлок Холмстың ең жақын досы және әріптесі доктор Уотсонның атынан жүргізіледі. Негізі дұрыс айтылуы Уотсон. Аты аңызға айналған детективтің келбетін сипаттауын тек осы Уотсонның сөзінен көруге болады. Оның бойы 1,8 метрден асатын еді. Бірақ ерекше жұқалығымен ол одан да ұзын болып көрінді. Сонымен қатар, дәрігер өткір, тесілген көріністі, кескінге табандылық пен қандай да бір жандылық сыйлайтын жұқа, қыран мұрынды атап өтті. Шешуші сипат сонымен қатар төрт бұрышты пішінмен расталды. Қазір айтатындай қатыгез иек.
Торский көпірінің құпиясы хикаясынан оқырмандар детективтің көзінің түсі сұр екенін білді. Шерлок Холмсты өз бейнесімен байланыстыратын үш нәрсе бар: түтік, қалпақ және лупа. Қисық түтікті кейіпкерге суретшілер сыйға тартты. Дегенмен, ол күшті түтікті темекіні ғана емес, сигара мен темекіні де жақсы көретін. Әйгілі аңшының екі қалқалы қалпағы да иллюстратор Сидни Пагеттің қиялының жемісі. Артур Конан Дойлдың өзі бұл туралы ештеңе жазбаған. Аты шулы қылмыскерге дәлелдерді зерттеу үшін үлкейткіш әйнек қажет болды ма, жоқ па белгісіз. Біліммен де бәрі анық емес. Оның биохимия мамандығы бойынша білімі бар және Лондондағы олардың ауруханаларының бірінде зертханада жұмыс істегені анық. Шерлок Холмстың пайда болуы туралы пікір де қарама-қайшы. Автор өз кейіпкеріне қандай да бір ерекше мінез құлық қасиетін берген деген пікір бар. Шерлок барлығында қарама-қайшы. Кейде біз жағымды мінез құлық қасиеттерін көреміз. Ол кейде адамдарға мейірімді, өз еңбегі үшін сыйақы алмайды. Бірақ сонымен бірге ол әңгімелесушіге қатал, тіпті оны басқа детективтермен салыстыруға келгенде дөрекілік танытады. Бірақ ол мақтанбайды, мойындау мен танымалдыққа ұмтылмайды. Тек өзінің әрбір тергеуін соңына дейін жеткізгісі келеді. Бірақ егер бұл жас бала немесе қисық жолға мәжбүрлеуді қажет ететін адам болса, Шерлок мейірімді және жанашыр. Ол сүрінгендерге көмектеседі. Тіпті полициядан жасыра алады. Артур өзінің кейіпкеріне қайталанбас қабілеттермен қоса музыкалық дарынды да береді. Шерлок скрипкада виртуозды ойнайды. Оның түнгі ойыны біреуді тітіркендіруі мүмкін, бірақ ол оған тыныштандыруға және шешілетін мәселеге назар аударуға көмектеседі. Әрине, Холмс әлсіз бола алмайды. Ол төбелеске шебер. Бұл қажетті дағды. Ол қылмыскерлерді ұстау кезінде бірнеше рет пайдалы болады. Төзімділік пен жақсы физикалық дайындық оған оларды бақылауға көмектеседі. Тіпті өмірге қауіп төнсе де, ол өзі үшін тұра алады. Темекі шегу детективтің жаман әдеттерінің бірі болса керек. Ол онымен қоштаспайды. Кейбір салаларда оны тек эрудитті адам емес, данышпан деп санаса, енді біреулерінде ол жай ғана әуесқой. Әдебиет, ғылыми жаңалықтар оны қызықтырмайды. Тергеудегі оның серіктесі Уотсон мұндай тамаша ақыл ойдың қарапайым нәрселерде қалайша тығыз болатынын түсіне алмайды. Бірақ Шерлок бәрін жай ғана түсіндіреді. Ол өзіне қажет емес ақпаратты басына кіргізбейді. Себебі қажеттіге орын болмау мүмкін. Міне, тапқыр және қарапайым. Шерлоктың бірнеше достары бар. Доктор Уотсон, Бейкер-стрит 221-Б үйінің иесі Хадсон ханым, доктор Уотсонның әйелі Мэри Морстон, Скотланд-Ярд полиция қызметкерлері және инспектор Лестрад, және әрине көптеген жаулары да бар. Доктор Уотсон әйгілі детектив Шерлок Холмстың оң қолы, адал көмекшісі. Шерлок Холмстың шытырман оқиғалары туралы әңгіменің негізгі бөлігі оның атынан жүргізіліп жатады. Холмсқа қарағанда ол дедукция әдістемесіне күрделі емес, анағұрлым турашыл. Сонымен бірге ол Холмстың азғандай дәрежеде меңгерген білімін жеткізуші болып табылады. Әңгімелердің басты кейіпкерін үйлесімді толықтыратын жақсы кеңесші. Сарапшылардың пікірінше, Шерлок Холмс туралы шығармалардың авторы Артур Конан Дойл өзін көп жағынан доктор Уотсон бейнесінде сипаттаған. Джон Уотсон мамандығы дәрігер. Өмірлік жағдайға байланысты сол кездегі әскери жорық жүріп жатқан Ауғанстанға келіп, әскери дәрігер ретінде соғыс қимылдарына белсене қатысқан. Жарақат салдарынан Ұлыбританияға оралған кезде бір аяғымен ақсап, таяқты қолданды. Лондон университетін бітіріп, хирург болып жұмыс істеді. Ұлыбританияға оралғаннан кейін Холмсты бірден кездестіріп, онымен бірге Бейкер-стрит 221-Б мекенжайында тұрды. Мэри Морстонға үйленді. Уотсон 19 ғасырдың аяғындағы ағылшын джентльменнің үлгісі болып табылады. Сонымен қатар әскери білімі мен тиісті ұстанымы бар. Профессор Джеймс Мориарти күшті қылмыстық ұйымның басшысы, жер асты әлемінің кемеңгері және зұлымдық патшасы. Холмстың қас жауы.
Шерлок Холмс оны осылай сипаттайды. Ол жақсы отбасыдан шыққан, тамаша білім алған және табиғи феноменальды математикалық қабілеттерге ие. 21 жасында ол Ньютон биномиясы туралы трактат жазды. Бұл оған европалық атақ әкелді. Осыдан кейін ол біздің провинциялық университеттердің бірінде математика кафедрасына ие болды және мүмкін оны жарқын болашақ күтіп тұрған еді. Бірақ оның тамырында қылмыскердің қаны ағады. Оның қатыгездікке генетикалық бейімділігі бар. Ал оның ерекше ақыл ойы бұл тенденцияны жайландырып қана қоймай, тіпті оны күшейтіп, одан да қауіпті етеді. Өзі сабақ берген кампуста ол туралы қара қауесеттер тарап, сонында ол кафедраны тастап, Лондонға көшуге мәжбүр болды. Ол жастарды офицерлік емтиханға дайындай бастады. Әйгілі детективтің шытырман оқиғалары туралы баяндайтын Веркердің бірінші фильмі 1939 жылы жарыққа шықты. Онда қымбат тәжді ұрлау үшін арам оймен келген профессор Мориартидің айлакер жоспары туралы айтылады. Бірақ оның орындалуы іске аспайды. Себебі актер Безил Редпен ойнаған аты аңызға айналған Шерлок Холмс осы іспен айналысады. Артур Конан Дойлдың романдарының бірнеше рет бейімделуі болды. Бірақ детектив пен оның адал досы, әрі әріптесі доктор Уотсонның канондық бейнесі 1980 жылы қайта жасалды. Бұл Кеңес одағында 1979-1986 жылдар аралығында түсірілген Игорь Масленниковтың Шерлок Холмс пен доктор Уотсонның шытырман оқиғалары атты ресейлік сериалы. Телехикаядағы Шерлок рөлін тамаша сомдаған Василий Ливанов бұл кейіпкердің үздік орындаушысы деп танылды. Бойының аласалығына қарамастан, актер көрерменге өзінің мінез-құлқының барлық ауқымын дәл жеткізе алды. Дәл оның ойнаған кейіпкері Шерлок Холмс кітабымен тікелей байланысты. Детективтің тарихи отанында бұл романның фильмге бейімделуі көрермендердің де, кино сыншылардың да жоғары бағасын алды. Осы рөл үшін Василий Ливанов Британия империясының орденімен лайықты түрде марапатталды. Шерлок Холмс Гай Ричидің детективтік экшн фильмі Артур Конан Дойлдың Шерлок Холмс туралы шығармасына негізделген. Фильмнің премьерасы 2009 жылы 24 желтоқсанда өтті. Кинокомпанияның айтуынша, бұл фильм Конан Дойлдың түпнұсқа туындысы емес. Оның феноменальды қабілетіне емес, авантюрист Холмсқа баса назар аударылған Лионель Виграмның аттас комикстарының бейімделуі болуы керек еді. Фильмнің сюжеті Артур Конан Дойлдың бірде-бір қысқа әңгімелеріне немесе романдарына негізделмегенімен, онда оларға көптеген жасырын және тікелей сілтемелер бар. 2010 жылы Шерлок британдық телехикаясы шықты. Басты рөлдерде Бенедикт Камбербэтч пен Мартин Фриман. Көрермендер кейіпкерлердің автордың кейіпкерлеріне мүлдем ұқсамайтындығына қарамастан сериалды қабылдады. Аты аңызға айналған детективтің басты супер құдіреті әрбір ұсақ түйекті, әрбір детальды байқай білу. Оның барлық білімі мен таланты, олардың көптігі дедуктивті әдістің негізін құрады. Бұл оған аса күрделі қылмыстарды тергеуге көмектеседі. Холмстың өзі ғылыми әдістерді қатаң сақтау, дедукцияға ерекше көңіл бөлу, қисындылық пен зейінділік, қиянаттарды ашуға көмектеседі дейді. Оның досы және әріптесі доктор Уотсон оның химияны терең меңгергенін атап өтеді. Шерлоктың детектив мансабына дейін Лондон ауруханасында лаборант болып жұмыс істегені және білімі бойынша биохимик болғаны бекер емес. Ол анатомия, геология, ботаника бойынша білімі болды. Латын және басқа да көптеген тілдерді, атап айтқанда ежелгі корниш тілін білді. Сонымен қатар ол револьверді, таяқты, қылышты және тіпті қамшыны тамаша иеленді. Шерлок Холмс мұражайы сэр Артур Конан Дойл жасаған әдеби кейіпкер. Аты аңызға айналған детектив Шерлок Холмстың Лондондағы үй мұражайы. Шерлок Холмс пен доктор Уотсон сэр Артур Конан Дойлдың әңгімелерінің кейіпкерлері. 1881-1904 жылдар аралығында Бейкер стрит 221Б мекенжайында тұрған. 1936 жылға дейін жиһаздалған бөлмелер болды. Бейкер стритке қарайтын әйгілі екінші қабаттағы кеңсе Виктория дәуіріндегідей әлі де тұр. Шерлок Холмс үйі
1815 жылы салынған. Британ үкіметі бұл ғимаратты екінші санаттағы сәулет тарихи ескерткіші деп жариялады. Өткен ғасырда адамдар Шерлок Холмс пен оның досы доктор Уотсонға хат жазса, енді Виктория дәуірінде олардың қайда және қалай өмір сүргенін көруге болады. Бірінші қабатта Бейкер көшесіне қарайтын әйгілі кеңсе орналасқан. Мұнда Холмс пен Уотсон 25 жылға жуық бірге жұмыс істеді. Үйдің ішкі көрінісі Артур Конан Дойлдың Шерлок Холмс туралы еңбектеріндегі сипаттамаларға дәл сәйкес келеді және мұқият зерттеумен ерекшеленеді. Мұражай үйде Шерлок Холмс туралы әңгімелерден оқырмандарға таныс көптеген заттарды тірі көруге болады. Холмстың скрипкасы, аңшылық қамшысы, темекісі, химиялық тәжірибелерге арналған құрал-жабдықтар, Уотсон армиясының револьвері және тағы басқалары. Осы нүктемен біздің видеомыз аяқталды. Шығарылым қызықты болып шықты деген үміттемін. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.